Одан кейін Дмитрий Петровтың айтқан сөзі бар, лингвист 31 тілді білетін. Қазақтың тілі ең көне тіл деді, орысшылап айтқанда архаичный язык деді. 31 тілді білетін. Міне көрдіңіз ба? Міне тіл кеткесін ел кетеді, ұлт азғындайды. Ана тілінен айырылған халық тамырынан ажырап қалады ғой. Біздің тамырымыз анамыз ғой. Біздің тамырымыз, қазақтың руханияты ана тілмен ғана келеді. Ал енді Қазақ үні газеті Қазбек Исалардың жазғандай, қарттар үйіне өткізген, қарттар үйіндегі қарт кісілердің 99%-ның балалары орыс тілде орысша білім алған екен. Орысша оқыған бала қазақшылық қасиеттен айырылады, отансүйгіштік сезімнен айырылады, бауырмалдық сезімнен айырылады. Ол қазақтың дана сөздерін білмейді, ол өседі. Ол рухани мүгедек болып өседі. Біздің тілімізді менсінбейді. Жергілікті халықтың тілін кім үйренгісі келмейді. Не басқыншы оқымайды, оккупант. Карл Маркс айтқандай. Не басқыншы үйренгісі келмейді. Не болмаса қонақ, турист. Қонақ, турист қана үйренгісі келмейді. Енді мына біздегі орыс ұлтының өкілдері енді осы қазақ мемлекетінің азаматтары ғой. Тілге деген сый құрмет жоқ, сыйлау жоқ.